Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Біз бүгін Батыс Қазақстан облысының атынан сайланған депутатпен сұхбат құрып, атқарылып жатқан жұмыстар туралы сұрап білеміз. Дәл қазір парламент мәжілісінің депутаты, заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы Снежанна Имашева скайп арқылы бізбен байланысқа шығып отыр. Снежанна Валерьевна, кеш жарық. Саламатсыз ба, Біржан? Ең алдымен біздің өтінішімізді қабыл алғаның үшін сізге көп рахмет. Рұқсат болса бірден сұхбатқа көшейік. Ең алдымен өзіңіз төрағалық ететін комитеттің жұмысы туралы тарқатып айтсаңыз. Жақсы. 8-ші шақырылымның құрылғанына жұмыс істегеніне 3 айдай болды. Соның ішінде біздің комитет, заңнама және сот құқықтық реформа комитеті бірнеше заңды жұмысқа алды. Оның санын айтсақ, бұл деген 22 заң жобасы, оны Сенатқа жіберілді, кейбіреулеріне мемлекет басшысы қол қойды, бірақ 12-сі бізде қазір өзіміздің жұмысымызда қалды. Бірақ комитеттің жұмысы тек қана заң қараумен шектелмейді, себебі басқа да сұрақтар бар, аяқ астынан шығып жатқан, сайлаушылар жолдалып жатқан. Сол комитет осы 3 айдың ішінде, толық айтсақ, енді бірнеше саналы күндер қалды сессияның аяқталуына. Сол 3 айдың ішінде комитетіміз бірнеше көшпелі отырысын өткізді, дөңгелек үстел өтті, түрлі тақырыпқа қатысты. Соның ішінде ең осындай қызықты тақырыптар дөңгелек үстелде қаралған, көшпелі отырыстарда қаралған. Бұл біріншіден сот құқықтық реформа саласына қатысты. Енді біздер сот құқықтық реформа комитеті болғасын, сондықтан бізге сот саласына қатысты шағымдар өте көп келіп түседі. Қабылдауларда түседі, былай да жолданады. Сондықтан бірнеше мәселені біздер басқа да өкілетті органдармен алдын ала талқылап алдық. Қандай бара-бара өзгерістер енгізетінімізді қазір жоспарлап отырмыз. Бұл деген енді көбінен сайлаушылардың сұрақтарынан туындайды. Себебі қазір сайлаушылар, бізде келіп отқан сайлаушылар немесе қабылдауға келетін азаматтар көбісі енді соттың шығарылған шешімдеріне қанағат емес. Бұл бір, оларды екі түрге болады. Біреуі жеке шаруасымен келеді, біреуі енді жүйелі түрде мәселелерді көтереді. Ал осы жүйелі түрде мәселелерді көтерілген, бұл деген сотқа қолжетілімділік және судьялармен, көбі деген судьялармен кездесе алмайды. Сотқа қатысты заңның ішінде бұл деген норма бар. Мысалы, судьялар, әсіресе сот төрағалары кездесіп отыру керек өздерінің, енді халықпен кездесіп отыр. Сол орындалмағандықтан көбінің енді наразылығы туындайды. Сондай мәселелерді талқыладық. Әрі қарай сот реформа саласында қандай өзгерістер болатын, оларда өздері халықтың өзі айтып отыр. Осындай реформа болды, бірақ ол деген бізге тиімді емес, нәтижелі емес. Біздің құқығымыз кейбірде шектеледі, сотқа қол жетімді емес, қол жеткізе алмаймыз деп осындай ұсыныстарды берді. Оның барлығын талқыладық. Енді бір пакет заң өзгерістерін әзірлеп жатырық. Және тағы да бір көшпелі отырыс болды. Ол деген адвокаттар мен заң консультанттардың көрсететін қызметтері бойынша. Бұл да сұрақ сайлаушылардың көтерген мәселесі. Себебі сайлаушылар бедей, адвокаттар мен заң консультанттардың қызметтері қымбат болғанымен олар өздерінің істеген жұмысына нәтижесіне жауап бермейді. Бұл бір. Екіншіден, көбінің енді жағдайы жоқ, сол қызметтерді тегін алғысы келеді. Осы тегін алғысы келетін мәселесін қалай шешілді? Бұрынғы Аманат партиясының бұрынғы 7-ші шақырылымға арналған бағдарламасында осы мемлекет арқылы төленетін заң консультанттар беретін қызметтерді біздер деген қарастырдық. Қазір ғана бюджеттен ақша бөлінді, сондықтан кейбір санаттар, осал топтарға жататын санаттар, жәбірленушілер өздерінің ақшалары болмаса, осы заң консультанттар арқылы
Тегін ала бюджеттен ақша алып, осы тегін көмек ала алады. Осындай бірнеше норма қарастырылды заңдарда. Соның деген қаншалықты тиімділігін осы көшпелі отырыста қарады. Қалай бұл біздің бұрын айтылған сайлаушылардың уәждері қалай орындалды, қалай бұлар көмек алып жатыр, алып жатқан жоқ па, осының барлығын талқыладық. Снежана Валерийқызы, енді осы сайлаушылармен байланыс тақырыбын одан әрі өрбітейікші. Сайлау алды үгіт кезеңінде үміткерлер аудандарды аралап, ауыл елді мекендердегі алыс жақын жерлердегі тұрғындармен тілдесті, өтініш тілектерін тыңдады, аманаттарын арқалады. Енді осы жұртшылықпен жүздесулерде көтерілген мәселелердің оң шешілуі бойынша нақты мысалдар бар ма? Осы жерде де кейбіреулер тек қана жеке басына қатысты сұрақтарды көтереді, кейбіреулер енді ауқымды сұрақтарды көтереді. Ең басты сайлаушылар көтерген сұрақ бұл деген қымбатшылық, тауарлардың қымбатшылығы. Әрине. Екіншіден, біздер енді шалғай ауылдарға көп барамыз, сол жерде жер мәселесі. Жер мәселесі, жайылымдар мәселесі, жалпы шаруашылықпен айналысуға жер жетпейдік. Соның аясында мен енді Аманат партиясының мүшесімін. Партиямыздың үлкен екі бағдарламасы бар. Біреуі ауыл аманаты деген, екіншісі жер аманаты деген. Енді жер аманаты аясында өзіңіз де хабардар шығарсыз, бірнеше жер қайтарылды. Әлі де бұл бағдарлама жүзеге асып жатыр. Ал енді ауыл аманаты деген бұл пилоттық ретте қаралды, пилоттық ретте жұмыс жасалды. Енді әрі қарай бүкіл Қазақстан бойынша жасайтын болады. Бұл деген оның басты мақсаты ауылдың тұрғындарының кірістерін, табыстарын арттыру. Себебі қанша қымбат десек те, біздер оны не істесек те тауарлардың қымбаттауын ұстай алмаймыз. Ең басты мәселе мына жерде бұл халықтың табысын арттыру. Сондықтан осы Аманат партиясының осы бағдарламасы осыған арналған. Тиісті бюджет қаралды, бұны жүзеге асыру үшін. Осында екі ауқымды. Бірақ оған қоса сайлаушыларымыз түрлі мәселелерді көтереді. Жол мәселесін, мектептердің жетіспеушілігін, Осы сайлаушылармен айтып отырсыз ғой, бірнеше мәселені көтереді. Ол аяқтай кездескен өз алдына сіз елорда төрінде болсаңыз да, үнемі уақыт талабына сай онлайн режимде партияның облыстық түрлі кеңестерімен, кеңес мүшелерімен онлайн түрде байланысып, сайлаушылардың мәселелерін біліп отырасыз, солай ғой, Әрине, бұл деген мен сізге айтқан жалпы мәселе. Біздің өңірге келсек, енді бізде Жайық өзенінің мәселесі, Кейік мәселесі бар. Осындай тек қана біздің өңірге қатысты мәселелер бар. Батыс су арнасының мәселесі бар. Өте күрделі жағдайда бұл мекеме. Сол. Енді біз халық, шын айту керек, сауатты. Көбісі деген осындай жалпы сұрақтарды көтереді. Қоғамдық сұрақтарды дейсіз ғой. Көбісі енді оның шешу жолдары ақшаға байланысты. Бұл енді бюджет, жергілікті бюджет, сосын республиканың деңгейінде бұл мәжіліс депутаттары қарайтын бюджет, соның төңірегінде шешіледі. Келесі бюджетті енді күзге қарайтын болады мәжіліс. Енді Снежана Валерийқызы жаңа айтып отырсыз ғой, 3 айдай уақыт өтті деп. Дегенмен осы аз уақыттың ішінде 8 шақырылған мәжіліс депутаттары елім үшін өзекті бірнеше заң жобаларын талқылап үлгерді. Енді осы орайда өзіңіз төрағалық ететін комитетке де көп күш түсетіні түсінікті ғой. Біздің айтқымыз келгені күні кеше заңсыз алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдап Сенатқа жолдадыңыздар. Енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саясатын ілгерілету, әділетті Қазақстан орнату, заң үстемдігін қамтамасыз ету бағытында бұл өте маңызды құжат деп есептейміз. Жалпы жұртшылықта жылы қабылдап отыр. Осы заң жобасының ерекшеліктеріне тоқтала кетсеңіз. Енді бұл заң жобасы біздің қоғамда әділеттікті орнату үшін жасалған заң. Себебі баршаңызға, бәрімізге мәлім, Қазақстан деген бай мемлекет, бірақ қарапайым халық бұның байлығын қазір әзірше көре алмай жатыр. Бірақ сол мезгілде 162 тұлға Қазақстанның жарты байлығын қолына алып отыр. Бұл қалай пайда болды деген сұрақ туындайды. Бұл бір, екіншіден, түрлі мәліметке сүйенсек, біздің қорымызда қазір бір 60 миллиардтай ақша жиналды, ұлттық қорымызда. Ал Қазақстанның сыртында
тағы да дәл осындай 3 қор жатыр деп. Ол деген енді осы жалпы деректер, ашық деректер. Сондықтан осы шығарылған ақшаны, активтерді қайтару үшін осы заң жасалды. Бұл деген біздің заңнама саласында бірінші рет пайда болған заң. Бізде ондай практикада бұрын болған жоқ, бірақ халықаралық тәжірибе бар. Соған сүйене отырып осы заң әзірленді. Әзірлегендер бас прокуратура мен әділет министрлігі және басқа да құзыретті органдар қатысты. Депутаттар оны тез жетілдіру үшін өздері бастамашы болып алды. Сондықтан депутаттардың атынан енгізілді бұл заң. Енді оның осындай бірнеше жаңа несіне Снежанна Валерьевна, сөзіңіз аузыңызда жаңа айтып қалдыңыз ғой, 162 адам деп. Енді ол санаулы адамның қолында заңсыз иеленген қыруар қаржы бар. Осы алпауыттарды ұстауға осы заңның қауқары жете ме? Заңның қауқары жетеді. Мәселе осында. Бұл 162 адам қалай байып кеткенін, қалай ақша жинаған, қалай капитал жинақтағанын осы заңның аясында тексеріледі. Себебі 100 миллионнен бастап ең төменгі сомасы бұл 100 миллион доллар. Тек қана 100 миллион доллар бір азаматтың басында емес, ол группа лиц емес, ол азаматтық топтардың. Егерде бір семья немесе бір тұлғалар тобы жалпы 100 миллион ақша ұстап отырса, активтерді, осы сомаға активтерді, олардың қалай осы активтері алынғаны, емделінгені тексерілетін болады. Реестр, тізілім деген пайда болды осы заңның аясында. Жабық реестр, жасырын. Былайша айтқанда ең бай белгілі азаматтарымыз осы реестрға біріншіден енгізіледі. Реестрға енгізілгеннен кейін олардың активтері тексеріледі. Біріншіден олардан декларация алынады. Егер де декларацияны олар бермесе, немесе дұрыстап ашып бермесе, ол деген заңсыз алынған деп талынады. Осылай заңда жазылған. Сондықтан ең біріншіден ең бай азаматтар еліміздегі осы тексеріске жатады. Осы жерде айта кетейікші, Снежанна Валерьевна, арнайы прокуратура жанынан комитет құрылады, одан бөлек консультативті кеңесші орган, комиссия құрылады. Бұнымен прокуратураның жанында жаңадан құрылған ведомство айналысады. Және бұл ведомство жинаған ақпаратты біріншіден комиссияның алдына жеткізеді осы ақпаратты. Комиссия ары қарай шешім қабылдайды. Реестрге кіргізу керек пе, әлде реестрден алып тастау керек пе тұлғаларды. Енді ерікті және мәжбүрлі қайтару түріне тоқтала кетсеңіз. Ерікті, егерде активтер заңсыз иемделінген болып саналса, онда тұлға мен өзім ерікті түрде активтерді қайтарам десе, онымен келісім жасалады. Сол келісім арқылы барлығы қайтарады. Бірақ артынан егерде тағы да басқа активтері анықталса, ол деген қайтадан процедура, қайтадан былайша айтқанда тығып қойды ғой. Ол деген қайтадан реестрге жатып, қайтадан тәркіленуі мүмкін. Ал енді мәжбүрлі түрде десек, оның жолы кішкене басқаша. Егерде тұлға келіспесе, менің активтерім заңды, сіздің айтқаныңыз дұрыс емес, ол деген бұл мәселе сот арқылы шешілетін болады. Ол жерде прокуратура тиісті ақпарат жинап, сотқа жүгінетін болады. Сол сот арқылы шешіледі. Сот ол жерде, егерде сот заңсыз алынған деп активтерді таныса, онда бұл активтер қайтарылуға жатады. Бұнымен барлығын прокуратураның комитеті айналысатын болады. Снежанна Валерьевна, енді осы заң жобасын дайындауда өзіңіз төрағалық ететін комитет қызу жұмысқа кіріскен біліп отырғасын жерде біз сізден тарқатып сұрап отырғанымыз ғой. Тағы да азаматтық тәркілеу институты ұғымы енгізілді. Бұл біріншіден, бұрын біздің құқық жүйемізде болмаған нәрсе, азаматтық тәркілеу. Бұл тәркілеу, егерде қылмыс анықталмаса, осы азаматтық жолымен барады. Бірақ егерде қылмыс анықталса, бұл жерде 100 миллион ба, 10 миллион ба, 1 миллион ба, ол деген не важно әйтеуір, маңызды емес. Сондықтан егерде қылмыс арқылы активтер қылмыс арқылы жиналған болса, бұл қылмыс процесс жолымен бара жатады. Ал егерде қылмыс болмаса, онда деген азаматтық тәркілеу. Сол
Қазіргі уақытта қылмыс жолымен қайтарылған алынған активтер қазірде қайтарылып жатыр, бірақ қосымша инструмент жаңа ғана беріліп жатыр прокуратура, осы азаматтық конфискация, азаматтық тәркілеу. Және Снежанна Валерийқызы, осы ол шетелде болсын, біздің елімізде болсын, заңсыз жиналған капитал елге қайтарылып жатқаннан кейін президенттің пәрменімен ол қыруар қаржы елдің әлеуметтік экономикалық дамуына жұмсалып жатыр. Арнайы қор құрылады, содан кейін мысалы білім ордаларын салуға елдің қажетіне жұмсалады дейсіз ғой. Қор, барлық тәркіленген активтер сатылғаннан кейін ақшалар қорға жиналады. Қордан бұл тек қана әлеуметтік жобаларға жұмсалады. Бұрын ең басты вариантында әлеуметтік және экономикалық жобаларға жұмсалатын болады еді, бірақ депутаттар осы жерде экономикалық жобалармен келіспеді, тек қана әлеуметтік жобаларды қалдырды. Соның ішінде енді ауыл мәселесі, жастар мәселесі, осал топтардың мәселесі, жолдар, мектептер, басқа да әлеуметтік нысандарды салу үшін. Мына жақта да бізде проблема көп, онда мүмкін қордың ақшасы жетпейді де шығар деп сөйтіп. Әрине, Снежанна Валерийқызы, бұл ұсынысты депутаттардың ұсынысын жұртшылықта жылы қабылдайтыны сөзсіз. Енді өзіңіз Батыс Қазақстан облысы атынан сайланған депутат болғасын жерде өңірдегі өзекті мәселелерге де оралайықшы. Біздің Батыс Қазақстан облысында жаңа шет жағасын өзіңіз де айтып кеттіңіз, бірқатар қордаланған мәселелер бар. Соның ішінде халықаралық және ішкі рейстерді жүзеге асыруда ұшақтардың тапшылығы, авиабилеттерінің бағасының шарықтауы сияқты жұртшылықтың орынды наразылығын тудырып отырған көкейтесті түйткілдер бар. Осы бағытта не айтар едіңіз? Осы бағытта біздің жергілікті депутаттардан біздің атымызға хат түсті, мәжіліс депутаттардың атына. Бұл мәселе бойынша біздер әзірше азаматтық авиация комитетінің төрағасымен сөйлестік, алдын ала анықтадық, неге осындай бізде проблемалар туындап жатыр, самолеттар неге жеткіліксіз, билеттер неге қымбат. Енді олардың 4 шілде күні азаматтық комитетінің төрағасы басқа авиакомпанияларының өкілдерін алып біздің өңірге келе жатыр іс-сапармен, сол жерде талқыланатын болады. Мен сол кезде өзімде Оралда боламын, мүмкін өзімде қатысатын болармын сол жиынға. Бірақ жалпы мәселе осында. Авиацияның комитеттің айтуынша жалпы самолеттар жеткіліксіз, ол тек қана біздің өңірдің проблемасы емес, басқа да проблемалар, басқа да өңірлерде бұндай проблема бар дейді. Бірақ оны енді Снежанна Валерийқызы, сөзіңіз аузыңызда тек қана біздің өңірге тән мәселе емес дедіңіз ғой. Дей тұрғанмен біздің өңірдегі жерлестеріңіз, батыс қазақстандықтар Астана мен Алматыға қатынау үшін Атырау мен Ақтөбе арқылы ұшуға мәжбүр болып отыр. Мысалы, олардың уәжінше бізде үлкен ұшақтарды ұшыруға, қондыруға алаң қауқарсыз деген уәжді айтады. Бірақ іс жүзіне келгенде ол да рас ақпарат болмай шықты. Үлкен ұшақтар қонады, әзірде қонады да, ұшады да біздің аэропорттан. Сол ертең келген комитет азаматтық авиацияның комитетінің төрағасына бұл сұрақтарды жолдау керек. Олардың айтуынша ешқандай кедергі олар қойып жатқан жоқ. Енді олардың айтуынша. Бірақ осы мәселені нақтылаулық. Жалпы бізде енді нарыққа қарасақ, сұраныс болса, онда предложение да болу керек қой. Бұл деген нарықтың заңы қазір бізде жасамай тұр. Сол кім оған кінәлі, қандай себептерден, қандай салдардан, оны деген біздер 4 июльде нақтылап білеміз деп ойлаймын. Сондықтан кішкене күте тұрайық. Ертең болатын Әрине, 4 шілдеде мәселе оң шешімін табады деп үміттенеміз. Енді көп ұзамай өзіңіз айтпақшы, парламент кезекті каникулға шығады. Осы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Сол ауыл елді аралап, сайлаушылармен жүздесесіздер ме? Әрине, осы айдың 30-ында жалпы сессиямыз жабылады. Бірақ онымен депутаттардың жұмыстары бітпейді. Каникул деген ол деген каникул болғанмен біздер каникулдың ішінде сайлаушылармен кездесіп отырамыз. Сондықтан менің жоспарым өзіміздің өңірімізге келу және сайлаушылармен, тұрғындармен кездесу, тағы да азаматтардың толғандыратын мәселелерін жинау,
әрі қарай осында талдау жүргіземіз, сосын бәрін жинақтап. Жалпы бұл бірінші мәселе. Екіншіден, біздің өзіміздің Аманат партиясының бағдарламасы бар. Сол бағдарлама арқылы кейбір нысандар жүзеге асырылып жатыр. Соны бақылаймыз, партийный контроль дейміз, партиялық бақылау. Осындай жұмыстармен, іс-сапармен өңірімізге келеміз. Барлық депутаттар өздерінің өңірлеріне, өздерінің келген жеріне барады. Сол сайлаушылармен кездесу және өзінің партияның жұмысын бақылау үшін. Снежана Валерийқызы, уақыт бөліп біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Бұл да болса өзіңіздің жерлестеріңізбен, сайлаушылармен уақыт талабына сай байланыс орнатудың бір тиімді тәсілі болды деп ойлаймыз. Ел алдындағы еңбегіңіз жемісті болғай. Сізге де сәттілік. Рахмет, сау болыңыз. Қадірлі телекөрермендер, дәл осы тұстан тізгінді тартамыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.